Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Мен өзім уәде еткендей, тергеу саласынан, осы ішкі істер органдарынан не себепті жылдам ерте зейнетке шыққанымды айту туралы сіздерге уәде бергенмін. Так, 2020 екен, 2021 ғой деймін. Сол күндізгі түскі мезгілде обедке шығайын деп жатқам. Ол кезде тергеу бөлімінің бастығының орынбасары болып жұмыс жасаймын. Жаңағы Маңғыстау облысы полиция департаментінің жедел уәкілдері бір азаматшаны әкеліп тұр. Бір қылмыс бойынша деп. Содан азаматшамен сөйлесу барысында өзінің қызын 9 жасынан бастап осы 5-6 жылдан бері жұмысқа іс-әрекетін жүзеге асырып жүргенін айтты. Яғни өзінің қызын еркінен тыс зорлап келгені туралы. Енді мен не себепті осы күнге шейін шыдап жүрсіңіз деген кезде оның ағасының үлкен билікте отырғанын айтты. Сол себепті қорқатынын айтты. Сол себептен барлығының жауаптарын бекітіп, жауаптарын алғаннан кейін неге сол адамды іздеуге кірістік. Соны іздеп мен біраз жер араладым. Содан ол осы Қазақстанның басқа бір түкпірінен мегаполистен ұсталды. Жеткізілді. Мен оны қамадым. Сөйтіп тергеп, ол жерде үлкен айқай-шу болды. Тергедім, қамадым. Ана қыз деген психологически сынып қалған, жауап беруге де қорқады. Тергеп барлығын 90% үстінде дәлелдеп, өзім жинақтап, енді дейтін көп уақыт өтіп кеткен ғой, арада біраз уақыт өтіп кеткен. Сосын бұны мені полиция департаментіне передать еттім. Сосын ары қарай полиция департаменті айқай-шу болып кеткесін бізде полиция департаменті алады. Полиция департаменті тергеушілер ары қарай сотқа жіберді. Енді ол уақытта мен енді осы салада қызмет етіп жүргеннен кейін өнем деп жүрген кезімде бұның соты басталды. Соты басталған кезде соты көп ұзаққа созылды. Судья мені шақырады, мен барсам отмена жасап тастайды. Мені шақырады, мен барсам мені свидетель қылып шақырады да, тергеуші болғасын. Тергеген адам болғаннан кейін отмена жасап тастайды. Сосын сөйтіп жүргенде помещение кетіп қалды мен Алматыға. Алматыда жүргенде судья мен тағы да сотқа шақырды. Сотқа шақырғанда мен айттым, осы помещениедемін мен дейтін, Алматыда жүрмін деп. Онда онлайн қатыс деді. Онлайн қатыстым. Онлайн қатысқан кезде сет нашар болды. Бір естіледі, бір естілмейді. Мен барлығын айттым бірақ. Содан күндердің күні уақыт өтіп отқан кезде судья тұрды да ана жігітті алды, ана кісіні ақтап жіберді. Қылмыскерді ақтап жіберді. Сол кезде барып білдім да, менің сотқа барған кезімде мына Ақтау қаласында не себепті маған отмена жасап, мені қатыстырмаған. Себебі мен барлығын білем ғой, оның қалай жасалғанын, қалай болғанын бәрін. Сол мені әдейі қатыстырмағанда, осы Ақтаудың судьясы, бір ат жөнін айтпай-ақ қояйын. Содан менде уже мына үкіметке деген уже мына действительно құқық органдар саласында, осы сот жүйесінде уже әділдік жоқ екеніне қатты налыдым. Енді мен басқа қылмыс болып жатса түсінем. Мынау деген енді дейтін тіпті адамның аузы бармайтын қылмыс, шынын айтатын болған кезде. Содан мен сразу өзім зейнетке кетуге шешім қабылдап, тездетіп уже көңілім қалып зейнетке кетіп қалдым. Менің енді ол жерде зейнетке кетуімнің бір себебі жаңағы бұл көңілім қалды. Бір рет налдым қатты, мынандай істі ақтап жіберген себебі 100% дәлелденіп тұрған қылмыстық. Мен білем ғой өзім, тергеу саласында көзім жас қалып жұмыс жасағаннан кейін өте жақсы білем. Сосын екінші себеп, үлкен лауазымда тумаластар отырғаннан кейін ертең бұл арты ушығып, ертең күні мені жұмыстан шығару, немесе маған бір сондай подстава жасау мүмкін болды алдағы уақытта. Сосын пенсияға кетіп қалдым. Сол кезде барлығы шулады. Не себеп сен аяқ астынан пенсияға кетіп батсың деп. Бірақ енді мен ол жерде қазір ешкімге айтқан жоқпын. Бірақ әр заттың өзінің қайыры бар. Мен пенсияға кеткеніме ешқандай өкінбеймін. Одан бері
зам директор болып жасадым, кәсіп жасап жүрдім, жұмыста жасадым, далада қалған жоқпын. Аллаға шүкір, өзім нәпақамды адал жолмен тауып жүрдім. Сөйтіп бұл ақталып кетті. Содан пенсияға шықты, ақталып кетті. Сөйтіп 5 па 6 ай өтті. Жаңа мен зам директор болып жұмыс жасап, бір жерде Атырау қаласында Дастор жақта келе жатыр едім, маған телефон соғылды бір. Мына үкім ақталған үкім. Жоғары соттан бұзылды деп айтты. Енді маған сосын жаңағы бұзылды, сен қайдасың деді. Мен айттым, мен деген пенсиядамын, мен пенсияда жүрмін, қазір енді мені бұл іске араластырмай ақ қойыңдар, енді өздеріңізбен, өздеріңіз ары қарай бұзылса, енді өздеріңіз шақырасыңдар, сол жерде адамдардың бәрінің нөмерлері бар, данныйлары бар деп айттым. Енді жаңағы анкеталық данныйлары бар деп айттым. Содан кейін көп ұзамай, жаңа жылға жетпей әділдікқа орнады. Баяғы адамды 20 жылдан астам мерзімге соттады. Сонда айтайын дегенім, енді бұл жерде жаңағы әлде де болса еще жаңағы қыз балаға қатысты қылмыстық істі ақтап отырған судья әйел адам. Мен айтам да, әйел адамды. Сонда сенің өзің әйел адамсың, ұл өсіріп отырсың, қыз өсіріп отырсың, сен бұны қалай ақтайсың деймін да. Мен соны ертең басыңа келмей ма, Құдай сақтасын, сонда сені өз орныңа қойса қайтер едің деймін да. Себебі ана жәбірленуші жақтың дейтін жағдайлары жоқ адамдары. Ешқандай таныс тамыр